Сәлеметсіздер ме, ханымдар? Бүгін сіздерге шабдалы қосылған пирогтың рецептісін ұсынамын. Қамырына қажетті заттар: 200 грамм ұн, 1 жұмыртқаның сарысы, 130 грамм сары май, мұздай 2-3 ас қасық су. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысқа ұнды саламыз. Ұнның үстіне мұздатқыштан жаңа шыққан майды саламыз. Одан кейін екеуін қолмен араластырамыз. Тура видеодағыдай. Біздің ұнтағымыз дайын. Осы ұнтақтан 2-3 ас қасық ұнтақты бөлек ыдысқа алып қоямыз. Ол біздің пирогымызды әсемдеуге қажет болады. Қалған ұнтақтың үстіне жұмыртқаның сарысын, 2-3 ас қасық мұздай суды құйып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырды пакетке орап, мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді пирогтың салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 3 шабдалы қажет. Шабдалыны турап аламыз. Одан кейін 20% 200 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа, 150 грамм қант, 1 ас қасық ұн қажет болады. Ыдысқа қаймақты, қантты, жұмыртқаны және ұнды салып араластырамыз. Жарты сағат өтті. Қамырымызды алып жаямыз. Дайын болған қамырды формаға орналастырамыз. Одан кейін оның үстіне шабдалымызды жайғастырамыз. Шабдалының үстіне қаймақтан жасалған құймамызды құямыз. Бөлек алып қойған 3 ас қасық ұнтақты пирогымыздың бетіне бір келкі етіп сеуіп шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Пирогты өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен қант ұнтағымен әсемдедім. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған бақыт. Ханымдар, осы пирогты осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.